құрметті оқушылар. Мен Атасу жалпы білім беретін мектебінің биология пәнінің мұғалімі Әмизина Құралай Иманғазықызы. Яғни бүгінгі сабағымыздың тақырыбы өсімдіктердің өсімді жолмен көбеюі, оның түрлері және табиғаттағы биологиялық маңызы. Сабағымыздың негізгі мақсаты өсімдіктердің өсімді көбею түрлерін салыстыру және оларды ажырату. Яғни сабағымызды бастамас бұрын барлығымыз экранға қарап видеоны тамашалайық. Өсімдіктердің вегетативті көбеюі. Вегетативті көбею өсімдіктің вегетативті мүшелерінің көмегімен жапырақ, тамыр, сабақ арқылы жүзеге асатын жыныссыз көбеюдің басқа бір тәсілі. Яғни, вегетативті мүшелерінің бөлінуі есебінен немесе аналық организмнің бөліктері түрі өзгерген өркен әртүрлі мүшелердің кесінділері жапырақ, тамыр, қалемше арқылы, телу арқылы жүзеге асады. Бұл тәсіл қандай да бір өсімдіктің құнды сапасын сақтап қалу үшін бау-бақша, жеміс-жидек өндірісінде әйгілі. Вегетативті көбеюде өсімдік тек саны жағынан ғана көбеймей, сонымен қатар аналық организмнің қасиетін өзгеріссіз сақтайды. Әсіресе белгілі бір сорттардың көбеюінде тиімді. Вегетативті көбеюдің түрлері. Кейбір өсімдіктерде жерасты өркендердің жасушасында қысқа қарай қоректік заттардың қоры жиналады. Мысалы, түйінде крахмалдың қоры, жуашық және тамырсабақта көп мөлшерде қант. Картопты түйнек арқылы көбейтеді. Әдетте отырғызуға бүтін, орташа көлемдегі салмағы 75-80 грамм болатын түйнектерді таңдап алады. Түйнекті әрқайсында 2-3 көшеден болатындай етіп бірнеше бөлікке бөліп, оны топыраққа отырғызады. Жуа, сарымсақ, қызғалдақ, лалагүл жуашықпен көбейеді. Мысалы, қызғалдақтың бір жуашығы бірнеше кішкентай жуашық түзе алады. Түрі өзгерген өркеннің келесі бір түрі тамырсабақ арқылы қоян жем, інжугүл, жатаған, бидайық, жалбыз, қара жидекті көбейтуге болады. Қалемшелер сабақ, жапырақ, тамыр түрінде болуы мүмкін. Тамыр қалемшесін бақалшық таңқурайға, итмұрынға, алмаға пайдалануға болады. Сұлатпа бұтақтар арқылы қарақат тұшалы жүзімді көбейтеді. Бұтаның төменгі жағында орналасқан өркенді жерге жанасатындай етіп иіп, содан кейін төменгі жағындағы бүршіктің астыңғы жағынан қабықта тілік жасап, оны ылғал топырақпен домбықтау қажет. Өркеннің жоғарғы жағын жерге қадаған таяққа байлайды. Күзге қарай тілік жасалған жерден қосалқы тамырлар пайда болады. Жеміс ағаштарын көбейту үшін телу әдісін пайдаланады. Телу дегеніміз бір өсімдіктің қалемшесін немесе бүршікті бөлігін жерде өсіп тұрған өсімдіктің денесіне ұластыру. Телу әдісінің бүршіктері арқылы телу, көшелері арқылы телу, қабық астына қалемшелерді телу сияқты 100-ден аса тәсілі бар. Балалар, видеоны тамашалап болсақ, тақырыпты жақсы түсінгенімізді дәлелдеу үшін кестені толтырамыз. Кестедегі берілген тапсырмаларды орындау ретіне көшейік. Бірінші, түйнекпен көбею, тамырсабақпен көбею, қалемшемен көбею өсімдіктің қандай мүшелері арқылы жүретінін, яғни олардың мысалдарын, артықшылықтары мен кемшіліктерін салыстырып жазамыз. Жақсы балалар, тапсырманы дәптерлеріне орындап болсаңдар, ендеше келесі тапсырмаға көшейік. Балалар, сабағымызды қорытындылау үшін WordWall платформасы арқылы сабағымызды қорытындылаймыз. Тапсырмамыздың бірінші сұрағы вегетативті көбеюдің қай түрі көрсетілген? Яғни дұрыс жауап түйнек. Келесі сұрағымыз мұртшалар арқылы көбею. Дұрыс жауабы құлпынай. Келесі сұрағымыз бұл көбеюдің қай түрі? Пияшық. Телу арқылы көбею дегеніміз не? Дұрыс жауабы бір өсімдік бөлігін басқа өсімдікке қондыру. Келесі сұрағымыз вегетативті көбею дегеніміз не? Жауабы жыныссыз. Балалар, сұрақтарға барлығын толық жауап берді деп ойлаймын. Келесі сабағымыздың бөлігі зертханалық жұмыс. Балалар, бүгінгі зертханалық жұмысымыздың тақырыбы өсімдіктердегі вегетативті көбею тәсілдері. Яғни, мақсатымыз бөлме өсімдіктердің вегетативті түрде көбеюін анықтау.
және де оларды гүл құмыраларына орналастыру. Яғни құрал жабдықтарға біз білеміз күнделікті бөлме гүлдері, топырақ және де гүл құмыралары қажет. Ол үшін үйде бөлме гүлдерін алып, біз білеміз сабақ арқылы көбеюді бөлме өсімдіктерін орналастырамыз гүл кашоқтарына. Бірнеше күннен кейін өсімдіктің өсу деңгейін бақылаймыз. Балалар, бүгінгі сабағымызды толық түсіндіңдер деп ойлаймын. Яғни, кері байланыс ретінде SMS хабарламасы арқылы бүгінгі сабақ туралы өз пікірлеріңді хабарлама ретінде жіберсеңіздер болады. Бүгінгі сабағымызға қатысқандарыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.